Coca-Cola серіктетін алкоголь сусын көптеген елдерде кеңінен тараған. Coca-Cola компаниясының өнімі 2006 және 2010 жылдар арасында әлемдегі ең үздік бренд болып саналды. Біз сіздерге осы Coca-Cola'ның зияндары жайында айтып беретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Coca-Cola және Pepsi сусындарын дайындау кезінде пайдаланылатын карамельдердің құрамындағы бояулар қатерлі ісіктің дамуына әкеліп соғады. Шындығында, олардың айтуына қарағанда, ол толығымен жасанды канцерогендердің қарақышқыл балқымаларынан тұрады. Бұл заттар организмге түсе отырып, қатерлі ісікке алып келетін формальдегид канцерогенге айналатын метил спиртін бөледі. Бұл сусындардың құрамындағы кофеин, таурин сияқты қоспалар бар. Олар адамның энергиясын немесе бұрын байқалмаған қандай да бір ауруын қоздырады. Қозудың әсерінен адам әлсірейді. Ол бірден байқалмағанымен уақыт өте келе тұрақты тұтынушының денсаулығына күрт нашарлауы мүмкін. Бұлардың зияны анық дәлелденген уақытта ғана аталған өнімдердің отаны Американың кей штаттарында оларды сатуға мүлде тыйым салынып жатыр. Бізде де осы бағытта біраз жұмыстар қолға алынуда. Нақтырақ айтсам, Coca-Cola және Pepsi сусындарын мектепте сатуға тыйым салуда. Қатты газдалған сусындардың құрамындағы қанттың мөлшері көп екені анықталғаннан кейін, оның адам сүйектерін әлсіретіп, сусамыр дертіне шалдықтыратыны да белгілі болды. Ал республика халқының энергетикалық сусындарды пайдалана бастағанына көп болмағандықтан, оның зиянды әсерлері әзірге байқалған жоқ. Дегенмен, жақында Швейцарияда 3 адам, норвегиялық 1 тұрғын осы сусыннан көз жұмған. Комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып, және де келесіде қандай видео шығарғанымызды қалайсыздар, сол жайлы ойларыңызды жаза отырсаңыздар. Және де 7KZ каналына тіркеліп, және де жанындағы қоңыраушаны басатын болсаңыздар, біздің ешқандай жаңалықтарымыздан құр қалмайсыздар. Және де лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Көргеніңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.